Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қазақ салт дәстүрлері ауызбастырық. Сегодня я вам расскажу, что такое ауызбастырық, кому дается и что должен делать человек, который взял ауызбастырық. Когда кто-то сочиняет стихотворение с шуткой, или когда не хочет, чтобы это дело или слово кто-то еще узнал, дает другому человеку, который это услышал, ауызбастырық. Человек, который получил ауызбастырық, не должен никому говорить это слово. Это один из вид клятвы. У казахов есть такая фраза «ауызбастырық бер, әйтпесе айтып қоямын» дейді. Если не дашь ауызбастырық, то я расскажу. Одним словом, это плата за молчание. Біреуді сөзбен жығып, ұстап, оны орнынан тұрмастай етіп өлең шығарғанда, әзіл тастағанда ұтылған адам өзінше әлгі сөзді басқа адамға таратпау үшін ауызбастырық береді. Бұл сөзді ешкімге айтпаңыз деген жалынуы, кешірім сұрауы болып табылады. Ауызбастырық алған адам әлгі сөзді ешкімге айтпауы керек. Ауызбастырық серттің бір түрі болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, егер сіз біреу туралы жаман айтып қойсаңыз, оны жаныңыздағы кісі естіп қойса, оған жалынып кешірім сұрап, ауызбастырық беремін деп айтасыз. Немесе кез келген басқа да жағдайда сіз ауызбастырық бере аласыз. Немесе қазақтар өздері біреу туралы айтып жатқан кезде, айтып қоямын, ауызбастырық бер деп те айтып жатады. Спасибо за внимание. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.